Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді көкөністерден жасалатын осенний деп аталатын салаттың рецептісін ұсынамын. Ешқандай да қуыруды қажет етпейді. Барлық көкөністерді бірден турап банкаға сала саласыз. Қалай жасалатынын білгіңіз келсе, видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге керек заттар сәбіз, тәтті бұрыш, капуста, чеснок, қызанақ және қиярдың осындай орташа түрін алғандарыңыз дұрыс. Сарымсақ және де лавр жапырағы мен осында түйіршіктелген қара бұрыш қажет болады. Сонымен қатар біз уксус қосамыз. Олай болса, кеттік салатымызды бастаймыз. Ең алдымен капустаны осылай жіңішкелеп, ұзынша қылып турап аламыз. Кейін қиярымызды алып, дөңгелектеп турап шығамыз. Өте жіңішке немесе қалың емес, орташа мөлшерде болғаны дұрыс. Тәтті бұрыштарымызды ұзынша қылып турап шығамыз. Сарымсақты ортасынан екіге бөліп, жарты шеңбер қылып тураймыз. Қызанақты ортасынан екіге бөліп, керексіз жерін алып тастап, осылай орташа мөлшерде тураған дұрыс. Қызанақтың барынша етті, осы домалақ түрін қолданғандарыңыз дұрыс. Сәбізді кореяның үккішінен өткізіп, осылай ұзынша қылып өткізіп алғандарыңыз дұрыс. Енді үлкендеу шұңғыл ыдысқа капустаны, қиярды, қызанақты, тәтті бұрышты және үккіштен өткізілген сәбізді, сарымсақты барлығын саламыз. Үстіне 2 ас қасық тұз толтырып және де 3 ас қасық қант саламыз. 100-150 мл сұйық май құямыз және де 1 бас чеснокты осылай теркадан өткізіп саламыз. Қалауыңызға қарай лавр жапырағын, укроп және қара бұрышты қоссаңыз болады. Менің ыдысым кішкентай болғандықтан үлкен ыдысқа аударып, осылай қолымызбен жақсылап араластырып, бөлме температурасында 2 сағатқа қалдырамыз. Бөлме температурасы болған кезде ыстық жер болмауы керек, сәл салқындау жерге қойғандарыңыз дұрыс. 2 сағаттан кейін біздің салатымызға 2-2,5 ас қасық уксус қосамыз. Егер ол 70% болатын болса, ал 9% болатын болса, онда 5 ас қасық қосасыздар. Біздің салатымыздың осылай суы шығуы тиіс. Енді алдын ала дайындап алған стерилденген банкамызға салаттарымызды жақсылап саламыз. Осылай қасықпен нығыздап отыруды ұмытпаңыздар. Және де суын араластырып бірге салу қажет. Банкаларды чайникке немесе мантыварканың ыдысына су буында стерилдеп алдым. Барлық банкаларды осылай толтырып алғаннан кейін ыдысымызға астына орамал төсейміз және де салаттарымызды барлығын салып шығамыз. Салаттарды салып орналастырып алғаннан кейін банканың бойына дейін суық су құямыз және де оны отқа қоятын боламыз. Оттың асты өте қатты болуы тиіс. Банканың қақпағын қатты нығыздап жаппай, жай ғана жауып қайнағанын күтеміз. Суымыз осылай қайнап бастаған уақыттан санап 40-50 минуттай қайнатамыз. Асты қатты болуы қажет және де суды қатты толтырмаңыздар, қайнаған кезде салаттың ішіне кіріп кетпеуі тиіс. Міне біздің салаттарымыз дайын болды. Енді қақпағын қатты нығыздап жабамыз, ашылып кетпейтіндей және ауа кіріп кетпейтіндей болуы қажет. Егер сіздерге рецепт ұнаса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, осы видеоның астына өз пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.